Сәлем, сізге Гильберт синдромы диагнозы қойылды ма? Бұл билирубин деңгейі үнемі жоғары болып тұратын кең таралған жағдай. Әдетте, ол 1 мен 3 немесе 3,5 аралығында болады, және оның көп бөлігі жанама компонентке байланысты. Яғни, егер сіз бауыр функциясының анализін қарасаңыз, жанама билирубин жоғары болып тұрады, ал тікелей фракциясы өте төмен немесе қалыптыға жақын болады, және ферменттер, яғни СКАД немесе скипр деңгейлері қалыпты күйінде қалады. Бұл Гильберт синдромына тән классикалық көрініс. Ендеше, бұл нақты не? Бұл генетикалық жағдай, және ол өмір бойы сақталады. Қашан бауыр функциясының анализін тапсырсаңыз да, билирубин деңгейі жоғары болып тұрады. Оған қандай да бір ем қажет пе? Жоқ. Себебі бұл ешқандай асқынуларға келмейді. Бұл сіздің бауырыңызда қандай да бір ауру бар дегенді білдірмейді. Оны қалай нақтылаймыз? Аврит 1-1 деп аталатын генетикалық тест бар, бірақ ол өте қымбат. Әрдайым қажет емес.